Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тағы бір көрнекті қазақ көсемі туралы айтуға тырысамын. Ең қызығы, бұл тұлғаның бойында бір қарағанда тіпті қарама-қарсы тұлғалық қасиеттер жинақталған секілді. Өздеріңіз байқап қараңыздар. Бір жағынан бұл тұлға Алаш партиясының белсенді мүшесі, сонымен бірге большевик революционер. Азаматтық соғыстың қатыгез батыры, аты аңызға айналған Чапаевтың қаруласы және қарапайым қазақ халқының қорғаушысы. Міне, бір жалғыз өзінің бойында қаншама қарама-қайшы қасиеттер жиналған. Ал енді бұл адам кім деген сұраққа келсек, бұл Әбдірахман Айтиев. Иә, Айтиев өз заманында қазаққа көп жақсылық та жасады, жаман әрекеттері де болды. Бірақ бұл біздің тарихымыз, бұл біздің өткеніміз. Сондықтан да біздің міндетіміз ештеңеге қарамай өз халқын және өз отанын сүйген осы қазақтың ер жүрек ұлы туралы білу. Сонымен Әбдірахман Айтиев деген кім? Әбдірахман Айтиев 1886 жылы Орал губерниясының Теректі болысының Сүгірбай ауылында Жетіру тайпасының Кердері руынан шыққан кедей қазақтың отбасында дүниеге келді. Ата-анасы ауқатсыз болса да, кішкентайынан білімге құштарлығымен ерекшеленген Әбдірахман, дегенмен сол кезде өзінің қайсарлығының арқасында Қаратөбедегі орыс қазақ мектебіне түсіп, 1901 жылы оны бітіргеннен кейін Оралда Қазылар кеңесінің хатшысы, Қараоба болысы әкімшілігінің хатшысы болып жұмыс істеді. Ең қызығы, тура осы мемлекеттік қызметте жүрген кезінде Әбдірахман Айтиев патша шенеуніктерінің озбырлығын көріп, өзінің туған халқының жарқын болашағы үшін күресін бастады. 1916 жылы Айтиев Орал өңіріндегі қазақтарды тыл жұмысына тарту туралы патшаның жарлығына жауап ретінде басталған азаттық қозғалысқа қатысып, оның лидеріне айналды. Ақпан төңкерісі болған кезде ол Батыс Алашорданың қызметіне белсенді қатысып, Батыс Қазақстанның болыстарында кеңестер құруға белсене кірісті. Осындай белсенділігінің арқасында 30-ға да толмаған Айтиев Орал облыстық комитеті төрағасының орынбасары болып сайланып, Батыс Алашорданың қорғау комиссары болып тағайындалды. Алайда Айтиевтің Алаш партиясымен одақтастығы ұзаққа созылмады. Алашорданың сол кездегі лидерлері Халел және Жаханша Досмұхамедовтар Колчак үкіметімен келіссөздер жүргізе бастағанда, Айтиев олардың бұл бастамасына қарсы шығып, партиядан кетті. Себебі Әбдірахман Колчактың ешбір жағдайда қазақтарға автономия бермейтін бірден түсінді. Кейін Айтиев большевиктер жағына өтіп, Оралда кеңес үкіметін орнатуға қатысады. Азамат соғысы бастала салысымен Айтиев өзі жақтаған кеңес үкіметін қолына қару алып қорғауға кірісті. Жергілікті қазақтардан бірінші және екінші қазақ полктерін құрып, солармен бірге аты аңызға айналған Чапаевтың 25-ші атқыштар дивизиясына қосылады. Батыл да ержүрек Әбдірахман Айтиев тез арада осы дивизиядағы командир Чапаев пен комиссар Фурмановтан кейінгі үшінші басшыға айналып, особый отделдің бастығы болды. Бірақ кеңес тарихшылары, кейін Ресей тарихшылары әйгілі Чапаев дивизиясының особый отделін қазақ басқарғанын жасырды. Мысалы, 1934 жылы ағайынды Васильевтердің түсірген әйгілі фильмінің үзіндісіне қарап, көпшілік Чапаевты Орал өзенінен өтіп бара жатып қайтыс болды деп санайды. Алайда, шын мәнінде Чапаев Әбдірахман Айтиевпен бірге Орал өзенінен өтіп бара жатқанда жарақаттанып, Айтиевтің қолында қайтыс болды. Және де осы Чапаевтың денесін Қызыл әскерге алып келгенде Әбдірахман Айтиев еді. Айтиевтің өзі осы кино алғашқы экранға шыққан кезде өзінің ерлігі туралы кішкене фрагмент болса да айтылатын шығар деп үміттенді. Айтиевтің қызы Розаның естеліктері бойынша: ауыр науқас, төсек тартып жатқан әкем Чапаев фильмін өзі көре алмады. Бірақ сол фильмді көрген адамдардан мен туралы бірдеңе айтылды ма деп сұрай беретін. Оны жоққа шығарған кезде ол қатты қиналатын. Азамат соғысы бәсеңдей бастаған кезде Айтиев кеңестік Қазақстанды басқару жөніндегі алғашқы орган Кирревкомға енгізілді. Осы маңызды органдағы алғашқы күндерінен бастап-ақ Айтиев ұлттық істер жөніндегі алқа мен ішкі істер бөлімінің жұмысын қолға алып, қазіргі Қазақстандағы милицияны құрушылардың бірі болды.
1920 жылдың ақпанында Кирревкомға енгізілген Айтиев бір айдың ішінде Кирревком төрағасының орынбасары деңгейіне жетті. Бұл әрине оның жемісті жұмысы мен қызметінің нәтижесі еді. Әрі қарай Айтиевтің беделі тек өсе берді. 1921 жылы қазанда Қырғыз автономиялық республикасы құрылғаннан кейін Айтиев осы республиканың халық комиссарлар кеңесі төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Көп ұзамай Қырғыз автономиялық республикасының ішкі істерінің бірінші халық комиссары Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев басқа органға тағайындалғанда, дәл осы Абдрахман Айтиев ішкі істер халық комиссары қызметіне ұсынылып, көп ұзамай тағайындалды. Бұл тағайындалудың бірнеше себебі бар еді. Біріншіден, Айтиевтің өзі керемет кісі еді. Екінші жағынан, бұл қызметке Айтиевті ұсынған Мырзағалиев Айтиевтің жерлесі ғана емес, ол сияқты Кердері руының өкілі еді. Және де Айтиевті көрнекті кеңестік қолбасшы большевиктер көсемдерінің бірі Михаил Фрунзе де қолдады. Фрунзе Абдрахман Айтиевті сонау азаматтық соғыс жылдарынан жақсы танып, оның батылдығына таңданатын еді. Міне осылай Айтиев Қырғыз автономиялық республикасының екінші ішкі істер комиссары болды. Екінші. Көптеген дерек көздерде Айтиевті қателесіп, Қазақстанның бірінші ішкі істер комиссары деп атайды. Бірақ шындығында бірінші ішкі істер халық комиссары Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев болды. Айтиевтің ішкі істер халық комиссары болып тағайындалуы қазақ тарихындағы қиын кезеңмен тұспа-тұс келді. Өйткені дәл осы уақытта Еділ бойында, Мәскеу мен Петербургта бұрын соңды болмаған аштық басталып келе жатқан еді. Ал осы мекендерге азық түлікті жеткізу Қазақстанға жүктелген еді. Сондықтан да Айтиевке Қырғыз автономиялық республикасының ішкі істер халық комиссары ретінде Қазақстанның орыс шаруаларынан астық жинау міндеті жүктелді. Бірақ орыс шаруалары өз нандарымен бөліскілер келмей, солтүстік Қазақстанда антисоветтік көтеріліске шықты. Бірақ қолына қару ұстап үйренген Айтиев саспай бұл көтерілісті қатал және қанды шаралармен басты. Осы кезде Айтиевті оңбаған, жауыз каратель деп те айыптауға болады. Бірақ бір жағынан ол өзіне жүктелген тапсырманы орындап, ол қолдаған үкіметке қарсы шыққандарды жазалады емес пе? Соның арқасында Поволжье, Мәскеу мен Петербургтегі мыңдаған адамдар құтқарылды. Екінші жағынан Айтиев қазақты да құтқарды. Өйткені ол керек азық-түлікті қазаққа тиіспей, негізінен орыс шаруаларынан жинады. Себебі қазақ халқы орыс шаруалары сияқты картоп пен көкөністермен күн көре алмайтынын түсініп, қазақтың малына тиіспеді. Осылайша аштықпен күресіп жатқан кезде солтүстік Қазақстанға Еділ бойынан аштықтың үнемі серіктері ауру мен эпидемия келді. Айтиев бірақ бұл кезде де саспады. Айтиевтің тікелей бұйрығымен солтүстік және батыс Қазақстан аумағында ауруханалар жаппай салынып, қажетті медициналық дәрі-дәрмек пен вакцина жеткізілді. Мыңдаған адамдар ауырған мекендер тез карантинге қойылып, аурудың тарауы тоқтатылды. Сонымен қатар қарапайым халыққа қарсы жасалынып жатқан қылмыстың деңгейін төмендету үшін Айтиевтің тікелей бұйрығымен қарақшылар мен алып-сатарлар сотсыз және тергеусіз сол жерде атылды. Осының арқасында қылмыс азайды. Айтиев аштық пен эпидемияға қарсы күрес жүргізіп жатқан кезде Қырғыз автономиялық республикасының территориясын жинақтау процесі басталды. Айтиев әрине осы процеске де белсене қатысып, 1920 жылдың мамырынан бастап Семей және Ақмола облыстарын Сібір құрамынан жұлып алып, қайтадан Қазақстанға қосу жөніндегі комиссияны басқарды. Сондықтан да бүгінгі солтүстік Қазақстанның қазіргі Қазақстан Республикасының құрамына кіруі бұл қазақтың лидерлерінің еңбегі екенін ескере отырып, сол лидерлердің бірі Абдрахман Айтиев болғанын жоққа шығармауымыз керек. 1921 жылы қыркүйекте Айтиев солтүстік Қазақстаннан Орынборға оралды. Бірақ оған ешқандай үзіліс бермей, бірден Қазақстан тарихындағы алғашқы конституцияны әзірлеу жөніндегі комиссияның төралығын жүктеді. Және тағы бір айта кететін жай, тура осы Айтиевтің бастамасымен қалың мал төлеуге тыйым салу, көп әйел алуға және әмеңгерлікке тыйым салу, құнды жою, билердің сотын жою сияқты маңызды заңдар да қабылданды. Қазіргі кезде алғашқы қазақ большевиктерін сатқын болды деп жиі айыптайтын көптеген басылымдар бар. Бірақ мен бұл айыптауларды айтып жүргендердің сауатсыздығы мен білімсіздігіне таң қаламын.
Өйткені Әбдірахман Айтиев сонау кеңес заманында да қазіргі Қазақстанның басшылары да бата алмайтын шараларға барған. Мысалы дерлік, дәл осы Әбдірахман Айтиев мұсылман мерекелері және демалыс күндері туралы заңның бастамашысы болып, оған сәйкес ораза айт, құрбан айт, наурыз мерекелері демалыс күндері деп жарияланып, жұма күні жексенбінің орнына демалыс күні болып жарияланды. Және бұл коммунистік партияның абсолютті үстемдігі кезінде, Ленин мен Сталин кеңес мемлекетінің басында болған кезде болды. Ал енді ойланып көрейік, егер Айтиев туған халқынан алыстап сатқын болса, осындай батыл қадамға барар ма еді? Бүгінгі таңда тәуелсіз Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласы, бірақ мұнда да Айтиевтің үлесі бар. Сонау 1925 жылы Сібір коммунистерінің қысымымен Сталин Орынборды Қазақтан тартып алғанда, дәл осы Әбдірахман Айтиев Қазақтың астанасын Ақмолаға көшірейік деп ұсынған. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның астанасы Ақмолаға көшірілгеннен кейін Айтиевтің сол кездегі позициясының қаншалықты дұрыс және ойластырылған болғандығын дәлелдеп отырмыз. Осы жерде тағы бір айта кетерім, мен Айтиевті кемел адам болған деп айтқым келмейді. Барлық адамдар сияқты оның да кемшіліктері мен жеке амбициясы болды. Біреуді жек көрді, біреуді сыйламады. Мысалы, бүкіл кеңестік Қазақстан Сәкен Сейфуллин мен Әбдірахман Айтиевтің арасындағы қақтығыстан хабардар болды. Айтиев ішкі істер халық комиссары бола тұра, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Сейфуллинге бағынышты болса да, олардың танымалдығы мен беделі тең болды. Ал осы екі керемет тұлға арасындағы жанжалдың басты себебі екі көрнекті қазақ көсемдерінің Қазақстандағы бірінші рөлге таласуы және республиканың дамуын өзінше көруі. Сонымен қатар Айтиевтің тағы бір қазақ лидері Ахмет Байтұрсыновпен де өте нашар қарым-қатынасын атап өту керек. 1923 жылы Ахмет Байтұрсыновтың 50 жылдығына арналған мерейтойлық іс-шаралар ұйымдастырылған кезде, сол кездегі ішкі істер халық комиссары болған Әбдірахман Айтиев «Степная правда» газетінде фактілі түзетулер атты мақала жазып, онда Байтұрсыновты кеңес өкіметіне жат таптық элемент деп атайды. 1925 жылы кеңестік Қазақстан басшылығына Филипп Голощекин келді. Оның бірден тәркілеу мен күштеп ұжымдастыру саясаты қазақ ауылдарын апатқа келетінін түсінген Айтиев Голощекинге қарсы шықты. Оның үстіне Голощекин Айтиевтен бәсекелес көріп, оның танымалдылығына қызғанышпен қарады. Нәтижесінде көп ұзамай Голощекиннің қысымымен Айтиев ішкі істер халық комиссары қызметінен босатылып, саясаттан алыстатыла бастады. Алғашқысында Айтиев Қазгосторг жүйесіне көшті. Содан кейін Алматы зооветеринарлық институтының проректоры, Қазақстанның орталық музейінің директоры болды. 1933 жылы Голощекин Мәскеуге шақырылған кезде Әбдірахман Айтиев енді мені қайта өкіметке шақыратын шығар деп үміттенді. Бірақ бұл керісінше болып шықты. Голощекиннің орнына келген Левон Мирзаян Айтиевті қайтармақ тұрмақ, Айтиевті қудалауды өршіте бастады. 1934 жылы Әбдірахман Айтиев Алматы заповеднигінің директоры бола отырып, партия қатарынан шығарылып, кейінірек курорт директоры болып ауыстырылды. Бірақ көп ұзамай бұл лауазымның өзін көп көрген Мирзаян Әбдірахман Айтиевті Жамбыл қаласындағы қарапайым мектептің мұғалімі болып жөнелтті. Бұл аз болғандай, Мирзаян жергілікті қауіпсіздік офицерлеріне Айтиевті моральдық тұрғыдан қудалауды бұйырды. Нәтижесінде әрине Әбдірахман Айтиев мұндай қысымға төтеп бере алмай ауыр сырқатқа ұшырады. Және бұл ауру бір жағынан Айтиевті ату жазасынан құтқарды десек те болады. Себебі чекистер бұрынғы бастығын тұтқындауға келгенде ауырып жатқан Айтиевтің өліп бара жатқанын түсініп, оған жаны ашып тиіспеді. 1936 жылы 16 қарашада 50 жасына толмай Әбдірахман Айтиев қайтыс болды. Республиканың ішкі істер органдарының екінші халық комиссары, жалынды революционер, ұлт жанды тұлға, бүкіл өмірі мен қызметін қазақ мемлекетін қалыптастыру жолында күресте өткізген Әбдірахман Айтиевтің тағдыры осылай аяқталды. Бірақ қазіргі Қазақстанда, қазіргі қазақтар да Әбдірахман Айтиевтің есімін құрметтеу керек. Өйткені Әбдірахман Айтиев біз биыл 30 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан тәуелсіз Қазақстанның іргетасын қалаған қазақ көшбасшыларының бірі еді.
қазақ халқының жадында Әбдірахман Айтиевтің есімі сақталсын десек, осы ниетіміз жүзеге асырылсын десек ағайын, осы бейнероликті достарымыз бен таныстарымыздың арасында таратайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.